Барлықтарыңызға қайырлы күн, қыздар. Бүгінгі видеода қарапайым жасалынатын және өте дәмді тасбақа тортын дайындайтын боламыз. Торт өте нәзік, жұмсақ болып шығады және үйдегі бар заттармен дайындалады. Және сливки, творожный сыр сияқты артық заттарды қажет етпейді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, оп-оңай жасалады. Ең бірінші миксеріміздің ыдысына осылай 5 жұмыртқаны жарып аламыз. Сіздерде қол миксер болса, сонымен жасасаңыздар да болады. Сосын қантымызды салып, екеуін жақсылап аппақ масса болып көпіргенше миксермен араластырып аламыз. Және артынан ұнымызды саламыз. Сосын бір шай қасық толтырып, разрыхитель саламыз да миксермен араластырып аламыз. Ал қалған ұнымызды бөлек алып, оны жеке былай салып, қасықпен яғни лопатканың көмегімен осылай араластырамыз. Қою масса шығады. Ол массамызды пергамент қағазына жарты немесе бір ас қасық көлеміндей қарап-қарап өздеріңіз шамалап саласыздар. 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут немесе әркім өз пешіне қарай пісіріп алады. Сосын кремін дайындауға кірісеміз. 600 грамм қаймаққа 250 грамм сгущенкамызды салып, қасықпен араластырамыз. Миксермен араластырсаңыздар, кремдеріңіз сұйық болып кетуі мүмкін. Сапалы қаймақ қолданғандарыңыз дұрыс, сол кезде крем өте дәмді болады. Сосын жаңа піскен осылай коржиктерімізді кремімізге толықтай батырып, тарелка немесе мен сияқты подложкаға орналастырсаңыздар болады. Барлығын осылай тасбақа пішінде етіп қойып шығамыз. Мен тасбақаның түріне келтіру ретінде осылай біреуін алдына қойып, шоколадпен әсемдеп шықтым. Сіздер бұлай жасамасаңыздар да болады, өз қалауларыңызша. Міндетті түрде дайындап, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақнұр.